Хей достар, барлығына сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бүгін мен Бексұлтан. Достар, бүгін мен вызов принят мистер Кохамен бірге түсіретін боламын, бірақ та бұл өте өзгеше вызов принят болады, достар. Себебі бүгінгі видеода мен былайынша айтқанда 24 сағат Коханың айтқан тапсырмаларын орындайтын боламын. Сіздер достар, видео бастамастан бұрын біріне лайк басып, мен арнама тіркеліп осы қызыл подписаться кнопкасын бас жеріп сұрғыл жеріндер. Біз видеомызды бастаймыз, кеттік. Достар, егер де сіздер үйде жатып оңай ақша тапқыларыңыз келсе, осылай монитор алып PlayStation ойнап атқыларыңыз келсе, осындай ақша всегда қалталарыңызда болғаныңыз келсе, міне 10 мың 5 мың деген жетеді, достар. Онда сіздерге мен один эксбетті ұсынамын. Төмендегі закрепленный комментарийдағы сілтемеге өтіп Бекс промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 65 мың теңгеге дейін бонус береді. Сондықтан тез кіріп астықыңыздар. Сәттілік. Ассалаумағалейкум, Бексұлтан серік арнасының көрермендері, сіздермен бірге мен мистер Коха. Достар, бүгін біз Бекамен керемет видео түсірейін деп жатырмық. Сондықтан лайктарыңызды басып, қызыл подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Достар, Hello, darkness, my old friend. вызов принят видеосы қазақ ютубында енді дам келе жатыр. Осы Коха және от шоу арнасы түсіріп бастады. Достар, бұл вызов принят видеосын мен де түсіргім келіп қалды. Бірақ та мен бұл вызов принятты өте өзгеше қылып түсіретін боламын. Сондықтан достар, егер де келесі видеода шынымен де екі ютубер бір-бірімен жарысқан қаласаңыз, мен және де басқа ютубер Коха или Мадияр Пернебай или от шоу арнасымен жарысқанды қаласаңдар, осы видеоға 20 мың лайк жинап кетіңдер. Мен сразу сол видеоны шығарып жіберетін боламын, достар. Өте мощный тапсырмалар қоятын боламыз. Ал достар, біз видеомызды точно бастаймыз, кеттік. Достар, бүгінгі видеода мен Бекаға жынды тапсырмалар беретін боламын, ал Бека соларды орындауы тиіс. Ал Бека, бірінші тапсырмам, давай оңай болсын. Сен өзің жақын адамдарыңа сюрприз немесе бір жағымды нәрсе жаса. Достар, Коханың ең алғашқы берген тапсырмасы ол өте оңай тапсырма. Мен жақсылық жасаудан шаршамаймын десең. Коха маған өзінің отбасына бір жақсылық немесе приятный нәрсе жаса деді. Енді мен отбасым дегенде, мен отбасыма итакта күнде бір нәрсе әкеп беремін деген, жылы сөз айту, құшақтау деген итакта күнде жасаймыз, оның барлығы жасайды, мен ғана емес. Мен сондықтан үйдің кішкентай Асылмұрат ініме қазір мороженый ма, сухарик па бірдеңе әкеп беремін, інім қуанып қалады деп ойлаймын. Өте приятно болады деп ойлаймын ініме. Ал кеттік, достар, соны жасайық. Мен қазір шықтым, қазір арбуз алам, первый очередь сондай арбуз жасам. Арбуз алсам сәл қуанып қалады деп ойлаймын. Отбасы. Содан кейін братчика мен әжеге мороженое әкелген бай деп ойлап тұрмын. Мороженое ұнатады олар, қатты жас көреді. Үйдің ең кішкентай мен, үйдің ең үлкені мороженое жас көреді. Қарбыз үйге апарып қойып қойдым. Братчика жүгіріп кетті, сразу ема қуанды. Енді мен қазір мороженое соларды братчикаға бермейді. Тек қана братчикаға апарамын, потому что әже барлығы жода жұмыс жасап отыр. Братчика залда жатыр, братчиканы қуанып жіберейік. И вообще сөйтіп қазір магазиннен керек заттар аламын. Знаете, вот. Шықтама, бірақ мен жуынып алайын. Жоқ, қуанып тұрсың ба? Ойладым, арбуз әкелейін деп. Арбуз. Бека, бірінші тапсырмам саған оңай болған сияқты ғой. Давай, екінші тапсырмамды қабыл ал. Екінші тапсырмам өзіңнің жақындасыңа хабарласып, жесткий пранк жаса. Прям жесткий. Бека, мен білмеймін сен қалай жасайтыныңды, бірақтан өзің арқада шешесің. Давай, кеттік. Коха, бірінші тапсырма маған өте оңай болды. Бұндай тапсырма маған бермей қой. Бұндай тапсырма маған ұнайды прям жасауға. Давайте келесі тапсырманы жасайық, ол досына пранк жасайды. Hello, darkness, my old friend. Депті Коха. Смело, Коха, давай. Пранк жасап жіберейік. Достар, мен вообще білмей тұрмын, кімге пранк жасайтын дейма, прям не істерін білмей тұрмын. Ешкин қоз. Ютуберлерге жасайын ба, или сыныптас достарға ма, бірақ та
идея, достар, мүлдем болмай тұр. Блин. Енді достар, мен қазір импровизациямен ұрамын, уже ары қарай импровизейшн деген нәрсе кетеді. И менше ойлап тұрмын ше. От шоу деген каналға жасаймын. Онда достар, WhatsApp мен звондаймыз, ничего страшного. И кеттік ал. A few moments later. Телефонмен звондайын десем, достар, ана мобильная сеть недоступен деп тұр. Единица барлығы бар, бірақ недоступен деп тұр. Достар, мен қазір өзім таныс Жақсыбай деген ютубта танысқан кісімен қазір сол кісіге, сол ютуберге пранк жасайтын боламын. 2 hours later. Кетшіп, мынау да алмайды ғой. Бірақ мен WhatsApp-тан звондап тұрмын ғой. Достар, соңғы шанс мистер Прикольчикқа звондап көрем. Достар, Прикольчикқа звондап көрем. Ол алам алмаймын, тоже белгісіз, бірақ та. Прикольчик Нұрболат. Мен ғой Бека таныдым ба, Бексұлан ше? Бексұлан ғой таныдым ба? Кім Прикольчик не кірш? Қуанғали каналы тұрма сенде, ютубта жоқ қой жазсам. Түкте видео, түкте жоқ. Удалиться теліп қалмады ма, қараш дейсіз? Менің каналымда? Жоқ болып тұр, сенікі банға кет қалған жоқ па? Абайлаш. Сәттіңізде қалған жоқ па? Қараш, ваш канал шығып тұр ма? Абайлаш, уайымдап тұрмын мен просто сен каналына. Оны еріп қойымы. Ау? Қазір көт. Ема абайлаш, Мадиярдікіне кет қалмасыншы каналын. Тұрма, Прикольчик. Сенің каналың бар екен, не? Жоқ, менкі емес, сенікі Қуанғали деген. Менікі нағы ойын дейсің. Сенікі жоқ болып тұр ғой, іздесем. Бар екен, не? Бар ма, неге шықпай тұр? Теневой банға кіріп кетпеді ма? Не алдайсың? Теневой банға кіріп кетті, значит сенікі шықпай тұрса, басқа адамдарға. Қой шығып, менікі басқа адамдарға. Жоқ, типа, жартысынан шықпайды, значит. Ялаң ойнап айтып отырмын мен. Бәсе. Жақсы аман өзің. Онда тұрып отырмын, суы отырсың. Короче, подписчиктерге сәлем жолда жер. Короче, подписчиктер, Бексұлтан Серіктің, короче, бар ғой, ё-мо-ё, Бексұлтан Серік офигенный пранкер ғой. Е-мо, браттар, алданды. Давай, короче. Hello, darkness, my old friend. Достар, екінші тапсырма осындай болды. Келесі тапсырманы орындаймыз, кеттік. Үшінші тапсырма, банальный тапсырма. Лимонды ешкім эмоциясы жей алмайды дейді. Сол рас па? Давай, тексеріп көр. Достар, Кохан келесі тапсырмасы лимонды ешкім эмоциясы жей алмайды дейді. Ал, достар, мен лимонымды алдым. Міне, достар, сенбесеңіздер, бұл кәдімгідей лимон, міне сап-сара, то есть кейбіреулеріңіз оранжевый бірдеңке дейсіздер, окей, бір ютуберлерге. Бастаймыз, достар. Мен ешқандай да эмоциясы прям жестко жеуге тырысатын боламын. Алдында Коха, жаңаға түсіргенде сәл қиналған болатын. Қайдағы эмоция, Коха? Эмоциясы жей алмайсың ғой мына, нема? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Эмоциясы жеуге тұрсам, мен де вот эмоциясы. О, бәрі келмеді. Коха, жеп қойдың полностью. Бека, красавчик. Үшінші тапсырманы да орындап біттің. Төртінші тапсырма енді қиынырақ болады. Төртінші тапсырмада сен қызықты эксперимент жасауың тиіс. Давай, прям қызықты, жесткий эксперимент жаса. Сәттілік. Сол себептен де соңғы задание өте қызықты бір эксперимент жаса деп Коха берген. Сол экспериментті мен
жасайын. Мен ол экспериментке сіздер өздеріңіз білетін ең популярный кола ментос соданы қосып өте қызықты эксперимент жасайтын боламын. Кеттік. В общем, достар, видеоны өзін түсіру үшін видео түсіретін жерге билікпен барады. Спорт. Сен әлі каналға тіркелмей отырсың ба? Тез астына түсіп қызыл подписаться кнопкасын басып жібер. Ой, ё-моё, мына сразу ментос болып кетті ғой. Ментос сразу. Ой, қатты қызық емес екен ғой. Айыншы достар, сіздермен болған мен Бексұлтан. Достар, видео ұнаған болса лүпілдеріңізді басып арнаға тіркеліп кетіңіздер, ол сіздерге оңай деп ойлаймын. Осы видео жақсы просмотр жинаса, мен осы видеоны ары қарай жалғастырып дамытып өте жиі, өте қызықты қылып түсіретін боламын. Сіздермен болған мен Бексұлтан. Ал давайте пока-пока. Барлықтарыңызды құшақтадым, барлықтарыңызды сүйдім. Рахмет достар.